ойдамын. Жалпы тарих шеңберінен бастап сөз қозғасақ, шынымен де Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов секілді тұлғалармен бір ортада жүріп, сол бір қазақ деген елдің рухын көтеруге, қазақ деген елді оятуға барынша тырысқан тұлғалардың бірі десек болады. Біз шынымен де қаншама жыл бөгде елдің отары болдық, бөгде елге кәдімгідей бодан болдық, бізде тіл, дін, дәстүр деген нәрсе қалмай бара жатты. Міне осындай дүниелерді қалыпқа келтіруге, анау қырылып жатқан қазақтың анау сақтап қалуға, қазақ халқының санын өшірмеуге барынша жағдай жасаған тұлғалардың бірі осы Міржақып Дулатұлы болды. Мынау Оян қазақ деген өлеңінде жалпылама білесіздер ғой, иә? Ақыл айттың ұлтыңа, таста талас бірлік қыл деп Мағжан Жұмабаев осы кімге? Міржақып Дулатұлының Оян қазақ деген өлеңіне арнап, жалпы тек Оян қазақ өлең емес, Міржақып Дулатұлының өзіне де арнап өлең жазған екен. Сонда Оян қазақ не себепті жазылды? Халық шынымен де бір ұйықтап жатқан адам секілді қарсы шыға алмады еш нәрсеге. Ана үкімет осылай істе десе солай істеп, солардан қорыққандықтан бұғып жата берді. Көтеріле алмады, тіріле алмады. Міне соларды көтеруге, соларды не істеуге, тірілтуге жағдай жасауға тырысты. Енді Міржақып Дулатұлы кім дегенге тоқталайық. Ақын, жазушы, кішкентайынан ата-анасынан айырылған, шамамен айтылады. 2 жасында анасынан, ал 12 жас шамасында әкесінен айырылады екен. Одан кейін өзінің ағасы Асқар Дулатовтың несінде болады, қарауында болады. Ары қарай Міржақып Дулатұлын өсіретінде, оны тәрбиелейтінде, білім жолына салатында осы Асқар Дулатов болған. Сол Асқар Дулатовтың арқасында Міржақып Дулатұлы ең алғаш рет кәдімгі мектепке, орыс қазақ аралас мектепке алғаш рет барып білім алған. Одан кейін әртүрлі мұғалімдерден білім алған, сөйтіп жүріп мұғалімдік қызметке кірісіп кеткен. Одан кейін ең алғаш рет 1904 деп айтады. 1904 жылы Омбыда мынау Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов секілді тұлғалармен танысқан. Содан бастап анау үкіметтің отарлау саясатына қарсы өздері қарсылық жүргізе бастады. Ең алғашқы шығармасы деп айтамыз біз көбіне, газет бетінде жарияланған өлеңі жастарға деп аталады. Серке деген газет болған сол бір кезеңде. Сол Серке деген газетке ең алғаш болып газет бетін көрген алғашқы туындысы осы жастарға деген өлеңі болған. Одан кейін сол Серке деген газеттің 2-ші санында біздің мақсатымыз деген мақала жарыққа шығады. Яғни осы құрылып жатқан мынау Ахмет, Әлихан бастаған топтың ең негізгі мақсаты не? Соны айқындап көрсету мақсатында біздің мақсатымыз деген мақаланы жарыққа шығарады. Одан бөлек 1909-да Оян қазақ деген жинақ шығады. Үлкен кәдімгі Оян қазақ жинағы. Фильмді көрген болсаңыздар, ол Оян қазақтың шығу тарихы қалай, иә? Қаншама тығып жүріп, әр жерде ұстап жүріп, ешкімге көрсетпей жүріп, тек қана не деуші еді, өздеріне жаны ашитын, шынымен де қазақ деп жаны ашитын адамдарға ғана, өздерін сақтайтын адамдарға ғана не істеп отырды? Таратып отырды. Одан кейін осының негізінде Бақытсыз Жамал деген шығарманың тууын да білесіздер, иә? Бақытсыз Жамал бізде қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Ал Міржақып Дулатұлы сол романның, яғни қазақ әдебиетіндегі тұңғыш романның авторы болып саналады. Анау фильмде көрсетеді, Бақытсыз Жамалда кейіпкерлердің атын қарасаңыздар, қандай еді кейіпкерлердің аты? Қыз бен жігіттің есімі негізгі. Қали болады. Жамал болады. Жарының есімі кім еді? Жамал. Жоқ, ол жалпы Міржақыптың өзін сүйген қызы Ғайни Жамал ғой, ал мынанікі Бақытсыз Жамал. Сол екеуі ұқсайды негізі. Осы шығарманы сол негізі сол Ғайни Жамалға байланысты шығарған, иә, апай? Апай, Қалампыр деген ретінде өзінің әйелін сондай не істеген болған еді ғой, иә? Иә. Ғайни Жамал деген қыз болды ғой, білесіздер, иә?
жақсы білесіздер, сүйгені, өзінің жары. Негізгі мына Жамал деген есімнің шығуы да сол сүйгеніне байланысты деп айтылады, өзі байланыстырады. Кейіпкердің есімін солай қойған деп. Жалпы бұл шығарманың да алғашқы оқырманы болған адам ол әрине сол Ғайнур Жамал болады. Одан кейін Балқия деген пьесаны жарыққа шығарады. Қазақ деген 1913-тен бастап шыққан газет бар, білесіздер. Анау біз Абайға келгенімізде айтқанбыз, Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың бас ақыны деген мақаласын жариялады деген. Сол Қазақ деген газетті шығаруға атсалысатын тұлғалардың бірі осы Міржақып Дулатұлы болған. Одан бөлек Мағжан Жұмабаевтың өзінен дәріс алған бұл кісі кәдімгідей. Мынау Оян қазақты жазып жүріп, елде танылып жүріп, мен жастарға сенемін деп кеткен Мағжаннан сабақ алған. Одан кейін барып Мағжан Жұмабаев бұл Міржақып Дулатұлына арнайы өлең шығарады. Сен халқыңа оян деп айттың, халқыңа оян дедің, тірлік істе дедің деп солай Міржақып Дулатұлына арнап өлең шығарады екен. Негізінен ең алғашында 1928 жылы кәдімгідей халық жауы, енді ол кезде бірден халық жауы деген жоқ, бірақ деген үкіметке қарсы деген бір үлкен жалған жаламен түрмеге түседі. Одан кейін барып ол жерден ату жазасына кесіледі, бірақ бұл кісі атылмайды. Ату жазасына кесіліп, бірақ атылмайды. Сосын бұл кісіге қайтадан заң шығады, жер аудару туралы заң. Сосновец деген лагерьге, яғни үлкен кәдімгі сондай тұтқындар ұстайтын лагерь болған. Сол лагерьге жер аударылып, сол жерге барып 1935 жылы лагерьде қаза табады. Міржақып Дулатұлының есімі анау Шәкәрім деген секілді тұлғалармен бірге 1988 жылғы, яғни 1986 бізде не болды ғой? Желтоқсан оқиғасы болды ғой. Ал 1988 жылы осы біздің зиялы қауым өкілдері, халық жауы атанып кеткен тұлғаларымыз не істелінді? Ақталды. Енді бұл кісі жаңа Сосновец, Балтық теңізі жақта Сосновец деген жерде жер аударылып, сол жерде қайтыс болып дедік. Кейіннен 1993 жылы, яғни біз тәуелсіздік алғаннан кейін 2 жылдан кейін қазақ жеріне әкелінген денесі. Қаншама жыл анау жат елде денесі жатқан. Бұл Міржақып Дулатұлының несі туралы да айтылады. Интернеттен, ютубтан қарасаңыздар, соншалық қазақ деп өмір сүрген тұлға екенін бір не айтып береді. Зерттеушісі, сонда Міржақып Дулатұлының денесінен жерлеген ғой олар. Олар енді кәдімгідей біз сияқты, қазақтар сияқты арулап жерлемеген. Сонда сүйегін қазақ жеріне алып келеді ғой, енді қазақ жеріне. Сонда мына адамның өлгеннен кейін жағы ажырайды екен ғой. Сонда Міржақып Дулатұлының жағы жат елде жүргенде ажырамаған екен да, осы қазақ жеріне алып келіп топыраққа қойған кезде бірақ ажыраған дейді. Қарап тұрсаңыздар, шынымен де сол жерде баяндалады, халқын сүйген сондай азамат екенін сол жерде байқауға болады деп. Жалпылама осы кеттік енді. Келесі неге өтейік? Шығармаға, негізгі шығармаға. Біз танысатын Бақсы Жамал деген Міржақып Дулатұлының шығармасы. Білесіздер, бізде 20 ғасырда әйел теңсіздігі деген тақырып өте күрделі тақырыптардың бірі болды. Міне осы әйел теңсіздігі, қыз балаларында еркіндіктің болмауы, ата-ананың жаңағы бір құрып берген шеңберінен шыға алмай тұрғандығы, ата-анадан аттап кете алмай тұрғандығы, ал көп ата-аналардың қыздарын бір ақша дүние үшін сатып жіберіп жүргендігі туралы осы шығармада кеңінен баяндалады. Бақсы Жамал қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Бұл роман басталған кезде жалпы өлең түрінде басталады. Негізі романның өзі айналдырған қанша беттің төңірегінде. Жалпы есеппен алатын болсаңыздар, мен шадаспасам 40-50 бет, асып кетсе 60 беттің төңірегінде ғана шығарма болып табылады. Бірақ біздің қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман не деп жазады, енді бұл жерде не айтылады, содан бастайық. Одан бөлек Міржақып Дулатұлының тағы да шығармалары бар, Балқия деген секілді. Оларға да тағы да тоқталамыз. 1909 жылында бізде ең бірінші жарық көрген жаңағы үлкен жинағы Оян қазақ деп аталады. Ал Бақсы Жамал сол Оян қазақтан кейін, бір жылдан кейін 1910 жылы проза жанрында жазылған тұңғыш роман ретінде қазақ тарихындағы жарыққа шығады екен. Қазан қаласында басылған деп айтылады. Енді шығарма қалай басталады? Шығарманың басы міндетті түрде қазақтан шыққан талапкер
деп айтады да, яғни сен бұл кітапты оқып көр. Себебі не дейді? Бұл кітап ең алғашқы роман деп баяндайды өзі. Қазақ даласындағы ең алғашқы роман болмақ деп. Сонда сөз басын бастаған кезде өзін айтады. Ана киноны көрсеңіздер де Мир Якуб деп айтылады ғой, иә, Мир Якуб деп. Мир Якуб Булатов деп айтады. Сонда Мир Якуб дегеннің өзінің кім екенін баяндап береді. Біз қазақ жаңағы 300-ге бөліндік деп қазақ тарихы туралы айтады. Одан кейін басқа жұрттар қандай болушы еді деп. Сосын мен қазақ тарихындағы ең алғашқы романды жазып бастадым дейді. Бұл шығарма Бақытсыз жамал деп аталады. Осы жерде қазақ әйелін сондай қор етіп жатқандығы туралы, қыздарын малға сатып жатқандығы туралы, өзінің сүйгеніне бермей жатқандығы туралы сөз қыламын дейді. Сендер осы романды не істеңдер, оқып тыңдап бір өздерінің бағасын беріңдер дейді. Енді шығарма қалай басталады? Бірінші бөлімнен басталады. Ең басында шығарма бірден Жамалдың кім екенін не басталмайды. Ең бірінші бұл қай жақты мекендеген ел, содан бастайды. Құрман деген атаның ауылы деп баяндалады. Құрман деген атаның ауылы, бұл жердегі жаңағы үйлердің қалай орналасқандығы, олардың орналасу ерекшелігіне, қыстай қалай шыққанына, яғни енді бұлардың енді жайлауға көшіп жатқан кезі. Яғни жайлауға көшіп жатқан кезі шамамен көктемнің аяғы, жаздың басы тамағында, иә. Сондай жылы кезде Құрман деген атаның ауылына тоқталады. Енді бұл қандай ауыл, бұл жерде не бар десеңіздер, арнайлап бұл елге бір адам келген екен, я бастықтың келгені. Бұл ауылдың негізгі ауылнай дейді ғой, басшысы болады Бекжан деген адам. Сол жаңағы келген начальник дейді, бастық осы Бекжанның үйіне түсіпті, ол не үшін келіпті, оның бір шаруасы бар екен. Бастық келсе біз оған не істейік, арыз жазайық, арызымызды айтып алайық, ол не үшін келді екен, әлде мына біздің болысты өзіне алып алғысы келеді ме деген сияқты. Енді халық арасында анау адам келмей жатып әртүрлі пікір қалыптасып қалған ғой. Сосын сол жерде барлығы не істейді? Бір жерде жиналып тұрады да, жаңағы бастық кетіп қалғаннан кейін Бекжаннан сұрайды. Жаңағы бастығымыз өзіне бізге риза болып кетті ме, қалай кетті, дұрыс па барлығы деген кезде ол мақтанады. Менің жұмысыма риза болып кетті, бізді мақтап кетті. Негізгі оның келудегі себебі біздің ауыл емес, ол басқа жаққа жұмыспен бара жатқан, тек қана қонақтап кетті біздің ауылға деп соны баяндап береді. Дәл осы кезде сондай жиын болып жатқан кезде біреу несет, жаңағы сүйінші деп жүгіріп өтеді. Сосын таң қалып қалады да, сол жерде кім десеңіздер, сол жерде мынау кімнің, Ұлпанның әкесі, Ұлпан бет мәссаған, Жамалдың әкесі Сәрсенбайға сүйінші айтып жүрген бір бала болады. Біздің Шолпан жеңгеміз қыз тапты, қызды болдық, сүйінші деп сол жерде ана жиналып тұрған жұртта ырдаду болып, сонымен барлығы риза болады. Ал енді Шолпан мен Сәрсенбай қызды болды дедік, ал одан бұрын енді ары қарай екінші бөлімде Шолпан кім, Сәрсенбай кім, соған тоқталатын боламыз. Жалпы бұл Сәрсенбай деген енді керемет бай болмаса да, орташа деңгейдегі жаңағы әлеуметтік жағдай төмен емес. Кешірім сұраймын, интернеттен өшіре салайыншы, қайта дымылдап бөліп жатыр. Сонда мынау енді Сәрсенбай деген кім, Шолпан деген кім, неге соншама Шолпанның қыз бала тапқанына, балалы болғанына не үшін қуанып жатыр дегенге тоқталайық. Сәрсенбай деген бір керемет не емес, жаңағы бай ондай адам емес. Сол ауылда Қалампыр деген әйелімен, Сәрсенбайдың ең бірінші әйелі Қалампыр болады. Сонымен әп-әдемі ғұмыр кешіп жатады. Бірақ бір не дейміз ғой, минус деп айтып жатамыз ғой бұл жерде. Құдай оларға не бермейді? Құдай оларға бала бермейді. Яғни Қалампыр бала көтермей, бұлар бір балаға зар болып жүреді. Енді күтеді олар кәдімгідей. Сөйтіп жүрген кезде анау адамдар тисе бастайды. Сен ана дүниені жия бергенше зекет бермейсің ба, қажылыққа бермейсің бе? Сен сөйтіп жүрген кезде жаңағы Құдай саған ештеңе де бермейді деген сияқты сондай сөздерді айтады да, ақыр соңында айтады, сен Қалампырдан қорқып тоқал ала алмай жүрсің деп. Енді ол еркектің намысына тиеді ғой, сен әйеліңнен қорқып тоқал ала алмай жүрсің. Сөйтіп Сәрсенбай барады да,
ақыр соңында бүкіл өзінің ағайын туысын жинайды да сол жерде ағайын туысына айтады, яғни үмісі шайтан, маған Құдай бір ұл да, бір жаңағы қыз да бермеді, артымда тұқым қалмады, жасым 42-ге келді дейді. Қараңыздар, осы кезде Сәрсенбайдың жасы 42-де болған. Жасым 42-ге келді, Қалампыр ол кезде 33-те. Сонда Қалампыр мен кімнің жасы, Сәрсенбайдың арасы 9 жас болған екен. 9 жас болған екен. Сосын соларға не істейді? Соларға айтады ағайын туысына. Мен енді осы уақытқа дейін жүрдім, Құдай бізге бала бермеді, ақыр соңында не істейді? Енді мен тоқал алсам дейді. Шынымен барлығына сондай өтініш жасайды. Сонда енді Қалампырға қарайды ғой, енді Қалампыр әдейі ана ағайын туысын шақырып алып отыр ғой, бұл ағайын туыстың алдында Қалампыр ештеңе дей алмайды деп. Сонымен Қалампыр не істейді? Не істесең оны істе, мен саған осы уақытқа дейін тоқал алма деген жоқпын, өзің біл деп. Ақыр соңында сол ауылда Сайболат деген бір молда болған екен. Сол Сайболат деген молдадан 2 бала қалған. Жарас деген ұл мен Шолпан деген қыз қалған екен. Сонда сол Сайболат молданың Шолпан деген қызын әйелдікке алатын болып, тоқалдыққа алатын болып келіседі. Керісінше мен мынаны айттым, Сайболат деген ел екен, ұмытып кеттім ғой мәссаған. Жарас деген адам, Жарас деген молда. Сол Жарас деген молданың 2 баласы дейді, екіншісінің ұлдың аты аталмайтын еді ғой, Шолпанды айтады да, сол кездегі Шолпанның жайын айтады. Енді кедей, білесіздер, кедейлерді дүниесі бар адамдар, былайша айтқанда емденіп ала берген ғой, құл ретінде болсын, үйінде күң жұмысшы ретінде болсын. Оларға маңыздысы, енді сен кедейсің, ішерге асың, киерге киімің жоқ, өліп қалғанға қарағанда біреудің жұмысын істеп, біреудің үйінде жаңағы құл болып жүріп, әйтеуір аман жүргенің жақсы ғой деген ой болғанда ол кездегі кедейлерде де. Сөйтіп сонымен ақыр соңында бұлар енді кедей көнбей қайда барады деп, ақыр соңында Шолпанға құда түседі. Шолпанды негізі оқыған сондай қыз болады. Жарас молда қызын кәдімгідей оқытып, тіпті анау Құранды жақсы білетін, әріп танитын сондай қыз ретінде тәрбиелеген. Ол кезде Шолпанның жасы небәрі қаншада болады? Қалай ойлайсыздар? Шолпанды қанша жасында елдік алады? 16 ма? 14 жасында. 14 жасында кәдімгі дүниесін беріп, 14 жасында Шолпанды әйелдікке алады. Сөйтіп жүріп, жаңа сүйінші сұрады емес па? Біреу келіп Сәрсенбайдан. Сол кезде Шолпанның жасы 17-ге келген кезі. Яғни Жамалды тапқан кезде Шолпанның жасы 17-де болады, тұрмысқа 14 жасында шығады. Енді есептеңіздер, Жамалды алар кезде Сәрсенбайдың жасы 42-де еді. Одан кейін 3 жылдан 45 жасында шамамен Сәрсенбай алғаш рет не істеді? Әке атанды. Енді Қалампыр бәрібір бәйбіше, бәрі бірге тұрады, бірақ Сәрсенбайдың бар қызығы енді ана қызы болады. Енді бұл Жамалға бүкіл тойды да жасайды, бүкіл жиынды да жасайды. Барынша жалғыз қыз болғаннан кейін әлпеш жеп бұны бағады. Сөйтіп жүрген кезде Жамалдың жасы 9-ға келеді. Бірақ Жамал ер бала сияқты өсіреді, ер бала сияқты. Енді Сәрсенбай өзі ұлға зар болды ғой. Сөйтіп жүріп Жамалды да ер бала сияқты өсіреді. Сөйтіп сол бір кезде Сәрсенбайдың үйіне бір молда келеді екен. Сонда молда келгеннен кейін енді Жамалды ол сияқты киіндіріп, шашын бәрін жинап тастаған ғой. Сонда молда жүр дейді да, құман алып шық деп, енді дәрет алу керек қой. Сөйтіп шық дейді да, қайтадан кірген кезде сол кезде сұрайды, мына баланың есімі қандай деп. Сонда Жамал деген кезде, мына ер балаға қыздың атын қойып қойғансың ба дейді. Сосын барып оның қыз екенін, енді біздің барымыз осы Жамал болғаннан кейін, ұлымыз болмағаннан кейін өз-өзімізді алдап жүрміз деген сияқты Сәрсенбай сондай сөздерді айтады. Ақыр соңында анау молда Сәрсенбайға ақыл айтады. Сенің бұл ісің дұрыс емес, қызды қыз сияқты ұстау керек. Яғни ұлды болмағаннан кейін енді сенікі де бір жұбаныш шығар, дұрыс шығар, бірақ қыз ол қыз секілді жүру керек. Оқытыңыз, қыздың шашын жіберіңіз, қыз екенін сезінсін, ол әйелдің жаратылысы бөлек деп, сондай молда сондай ақыл айтқаннан кейін Сәрсенбай енді ақылдасады. Сонда бірден ана бәйбішесі қарсы болады. Ой, алдымен жасы жетсін, қазір 9-да ғой, 12 жасқа ма жетсін, содан кейін көреміз деп. Сонда бірден молда айтады, 12 жас емес, басқа уақыт күтпей, қазір солай жасаңдар деп. Содан молда кеткеннен кейін ақ Сәрсенбай қыздың кәдімгі қыз сияқты киіндіріп, шашын жіберіп, сондай деңгейге жеткізеді.
Одан кейін енді қыз не істеу керек? Молда оған айтты, оқыт деді. Енді Жамалды ары қарай оқыту керек деп бір шешімге келеді. Өздерінің ауылында бір молда болады, бірақ ол алыс жерде тұрады, 2-3 шақырым жерде. Ал Жамал күнде ояққа барып білім ала алмайды. Сөйтіп жүрген кезде сол уақытта біреуге бұлардың ауылына бір ноғай жігіт келеді, Ғазиз деген ноғай жігіт келеді. Сонда Сәрсенбай өзінің жанындағы адамдармен келісіп, арнайы Ғазизді үйінде ұстап, оған кәдімгі дүниесін бәрін беріп, ақшасын төлеп, сол ауылдағы балаларды, яғни оқытам деген адамдардың балаларын Жамалмен қосып, сөйтіп барлығын Ғазиз деген жігіт оқытып шығады. Ғазиз қандай жігіт десеңіздер, ол ноғайдың жігіті болады, ұмытпаңыздар, ноғайдың жігіті болады. Жасы шамамен 22-де деп баяндалады. Өзі жаңағы ойын еркін жеткізеді, ешқандай еш нәрсені ішінде бүгіп қалмайды. Былайша айтқанда қаншама уақыттан бері қазақ арасында жүрген жігіт деп баяндалады. Сөйтіп енді біртіндеп Жамал сол Ғазиз молдадан, Ғазиз деген ноғай жігіттен дейікші, молда демей қояйықшы, сол Ғазизден тәлім алып бастайды. Сөйтіп жүрген кезде оған енді айтады, біз өзіміз мына жерде 7-8 үйміз, біз саған 25 сом ақша береміз деп, сонымен олар енді ақшасына барлығына келіседі да, ақыр соңында сол үйде тұрып, сол бір маңда тұрып, бұл балалардың барлығын оқытады. Сөйтіп Ғазиз балаларды оқытып бастайды, Жамалға үйретеді. Жамал сол балалардың ішіндегі ең зерегі болады. Тіпті анау Сәрсенбай жаңағы кімге? Бір күні Сәрсенбайдың үйіне бір молда келеді. Сонда сол молда келген кезде енді оған қымыз ұсынады, білесіздер, қазақтар ет ұсынады. Сөйтіп қымыз ұсынып алғаннан кейін Сәрсенбай Жамалға айтады, сен мына молдаға арнап, анау Жамалды оқыт, қыз сияқты жібер деген молда келеді да. енді молдаға арнап бір мал алып келші деген кезде Сәрсенбай Жамалдың артынан шығады да, андай құртап кеткен қозыны бере салшы дейді, алып келе салшы деп. Сөйтіп сол күні жаңағы ұстаз келеді, Ғазиз барлығы сол жерде отырып, арнайлап жаңағы тамақ ішіп, жаңағы Ғазизді талқылайды, түрі орыс секілді, бір сүйкімді жігіт екен деп өздерінше Ғазизға баға береді. Бірақ бұл жерде шарт болады, Сәрсенбайға молда айтады емес па, ана кімді қатты оқытпа деп Жамалды, маңыздысы иманның шарттарын білсе болды деп. Сонымен Сәрсенбай Ғазизға да сондай талап айтады, яғни ары қарай көп оқытып жібермей, тек қана иманның шарттарын біліп, жазуды білсе болғаны деп. Жамал басқа балалардан тез оқып қояды, барлық нәрсені тез қағып алатын болады. Сөйтіп жүрген кезде енді Сәрсенбайға айтудан ешқандай пайда жоқ екенін біліп, бірден Ғазиз бір күні шолпанға шығады. Енді ол шолпан оқыған, өзі білесіздер, Құран оқи алатын, оқыған сондай қыз болғаннан кейін, сонда айтады ғой, маған негізі Сәрсенбай мырза деп айтады ғой, енді Жамалға көп нәрсе үйретпей, иман шартын үйретсең жеткілікті деп еді, бірақ біздің талабы бар, не істесем болады деген кезде шолпан айтады, біздің жаңағы Сәрсенбайды не істейсің, одан да жасырып болсын артынан алып қалып, хат жаздырып үйрете беріңіз деп. Яғни Жамал оқиым деген жерге дейін оқыта беріңіз дейді. Сөйтіп енді қуанады, Жамал тіпті хат жазуға да үйреніп алады. 3,5 ай дегеннің ішінде, кәдімгі Ғазиздің жұмысының арқасында, Жамал өзінің ынталы болуының арқасында хат жазып үйреніп алады. Бірақ жаңағы Ғазиздің артынан әртүрлі жаңағы әңгімелер еріп, сонымен Ғазиз Уфаға қайтатын болып шешеді. Сонымен ол Уфаға қайтады. Дәл сол кезде Ғазиз сол кімнің Сәрсенбайдың үйінде тұрып жатты ғой, Жамалды оқытып. Сол кезде шолпан бір ұл табады. Сонымен Ғазиздің аяғы ұқты деп, Сәрсенбай оған енді алғашында 25 сом ай сайын төлейміз деп келісіп еді ғой. Ал одан да көп ақша беріп шығарып салады Ғазизді. Неге? Өйткені ұлды болады ғой бұл, ұлды болады. Сол үшін риза болып, оны артығымен жаңағындай алтынмен аптап, күміспен күптеп өзінің Уфасына шығарып салады. Сонымен ары қарай енді Жамалды оқыту үшін мұғалім іздейді, бірақ Сәрсенбай ақыр соңында тоқтатады. Болды, Жамалға осы білімді жетер, ары қарай оқытпай қояйық. Бастысы білім алды, иманның шартын біледі. Әйел адам бәрібір елге бас болмайды, осы білім жетеді, оған артық білім керек емес деп.
Сонымен Жамал ары қарай оқуды біліп алды. Енді өзі кітаптарды алып, әртүрлі хиссаларды оқи беретін болды. Үйлеріне қонақ келген кезде бірден Сәрсенбай, Жамал хиссаңды оқып жіберші деп, солай әр қонақ келген сайын Жамал өзінің хиссаларын оқып, ана салсалың қайда, қыз жібегің қайда деп барлығы сондай нәрсені сұрайтын болды. Сонымен Жамал бүкіл неде жаңағы отырыста өздерінің үйіне қонақ келген кезде сондай әйгілі болды. Қазір 1 минут қызыр. Сонымен Жамалдың жайы ары қарай не болады, оқытпай қояды, бірақ Жамал сондай білімді болып кетті. Білімді болғанда енді керемет емес, бірақ кітап оқи алады, көптеген жырларды жатқа білетін сондай деңгейге жетеді. Қыз жібекті, сал, хисса уақиға, көр бала деген сияқты көптеген шығармаларды біледі. Сонда өзінде кішкентай сандық болады. Сол сандығының ішіне кәдімгі өңкей хиссалар бар нелерді, кітаптарды жинап қояды. Сөйтіп ол жерде қаншама кітаптар болады. Ақсұлу, Айман Шолпанның да барлығы болады. Жамал барлық шығармаларды, хисса дастандардың барлығын жатқа біледі. Сол кезде ел арасында әңгіме тарай бастайды. Сәрсенбайдың үйінде бір жақсы не бар екен, бала бар екен деп барлығы оны айттыруға асыға бастайды. Сөйтіп жүреді, сөйтіп уақыт өте береді. Ақыр соңында бір жерде деп айтамыз, ауылдың шет жағында Сәрсенбай отырады. Сонда Сәрсенбайдың жанына бір адам келіп, екеуі әңгіме құрып тұрады. Бұл кәдімгі сол ауылдағы Сәрсенбайдың бір жақыны емес, енді бір араласатын адамы деп айтайық, иә. Сол жерде ол Сәрсенбайға ой салады. Яғни қазір бір құрметі бар сондай адамды, қорыққанды сыйлайтын заман болды ғой. Қазір біздің елімізде не істейін деп жатыр? Сайлау болғалы жатыр. Дәулет берсеңіз, ақша берсеңіз, сіз де сайлауға жаңағы нетіп кететін едіңіз, ілініп кететін едіңіз деп, біз мына Құрман деген ел деп басында айтқан едік қой. Сонда айтады, Құрман деген ел болып, сізді сайлағымыз келіп отыр деп, Сәрсенбайға сондай ой салады. Ал енді осыны естіген адам, билікке кел, сен бізді биле, анау қазір қорыққандарды сыйлайтын болды ғой, сен де сөйтіп билікке кел деген сөз естігеннен Сәрсенбай жоқ деп басын ала қашпайды ғой, иә? Сәрсенбай оны шынымен де ойланып қалады. Сөйтіп бәрі жан-жақтан Сәрсенбайды азғыра бастайды. Енді өзі негізі момын, ондай бір билік деген дүниені қатты бір қаламайтын, сондай дүниеге қызығып көрмеген адам. Енді білмеймін, өздерің біліңдер. Мүмкін сайлауға ұсынсаңдар түсермін деген. Анау шайтанның азғыруымен сондай сөздер айтады. Сөйтіп ақыр соңында Нұрпейіс деген адам екеуі, Нұрпейіс пен Сәрсенбай. Бұлар кәдімгі неге түсетін болып жүреді? Жаңағы болыстық сайлауға. Енді болыстық сайлауға түсті деген сөз не? Болыстық сайлауға түсті деген сөз ақшаң ары бері кетеді деген сөз ғой. Сонымен Сәрсенбай дүниеге жана жинаған дүние мүлкінің бәрін біреу сенің астыңа атмай деп, яғни анау пара дейміз ғой қазіргі тілмен айтқанда. Сондайды беріп жүріп, маған дауыс бер деп әркімге жағынып жүрген кезде көп дүниесінен айырылады. Сөйтіп ақыр соңында бұлар күткен күн болып не шығады? Дауыс беру басталады. Сонымен Нұрпейіс 19 дауыс жинайды, ал Сәрсенбай небәрі 14 дауыс жинап жеңіліп қалады. Өйткені осы бір кезеңде Байжан деген сондай бір болыс адам болған екен. Байжан деген болыс кәдімгі мықты, беделі. Сол Байжан барлығына Сәрсенбайға емес Нұрпейіске дауыс беріңдер деп барлығына айтып қойған болатын. Сөйтіп күндер өте береді. Енді Сәрсенбайға айтады, бопты, енді осы сайлауда бола алмадыңыз, мүмкін келесі сайлауда боларсыз, дұрыстап дайындалыңыз деп барлығы әйтеуір соны басып қойғандай болады. Сөйтіп күндер өте береді. Ақыр соңында Байжан туралы айтылады да, Байжанның 17 жасқа келген Тажман дейтін баласы болады екен. Тажман.
кәдімгі басы тас, ақылсыз, сондай бір санасыз бала болады ғой, дәл сондай бала болған екен. Сөйтіп Жұман жас 17-ге келген, қазақтар білесіздер ерте үйленген. Сөйтіп жүрген кезде енді Байжан өзіне құда іздей бастайды. Сөйтіп жүріп бір үлкен жиналыстарда айтып қалған екен, маған құда керек еді, мына Жұманымды үйлендірсем деп едім деген сияқты сөзді айтқан кезде, сол жерде біреу ана Нұрпейіспен неге түскен, сайлауға таласқа түскен Сәрсенбайдың бір сондай жақсы қызы бар деп Жамалды айтады. Ол оқыған, жаңағы сондай адамдар деп баяндайды. Сөйтіп енді ақыр соңында Байжан Сәрсенбайға ойын білдіре бастайды. Шынымен де енді қызы туралы сұрастырады, білгеннен кейін енді Жамалды келін етіп өзінің баласына лайық көреді. Енді қанша жағдай орта өздерінен төмен болғанмен де Жамал оқыған, оның жақсы екенін елден бәрінен естіп жүр ғой. Сонымен ақыр соңында кімге айтады? Сәрсенбайға құда болайық. Сәрсенбайдың ойы не болады? Осы Байжанды пайдаланып не болып кету? Не болып кетем деп ойлайды Байжанды пайдаланып? Бос па? Яғни осы Байжанның сөзі жүреді екен бәріне. Мен бұған келіссем, не істеймін? Мен болыс болып кетеді екен дейді да. Сонымен өз ойын іштей сөйтіп ойлап қояды да, енді Шолпанға келіп айтады. Шолпан қыз үшін жақтырмайды, өйткені біледі, енді елде жүріп жатқан әңгіме, сөз, кімнің қандай екен бұлар біліп тұр ғой. Сонымен Шолпан жақтыра қоймайды. Ол сен біздің Жамалымызға сай емес, одан да жаңағы Жамалымызға сай жігітті күтейік деген сөздерді айтады. Бірақ Сәрсенбай келіспейді. Ол тек құда боламын дейді да, арғы шетінде Нұрпейістің орнына болыс би болып қалам ба деген ой болып ақыр соңында келіседі. Сөйтіп жүріп Байжан ақыр соңында Жамалды келін қылып алатын болып келіседі. Шолпан қанша қарсыласады, бірақ Сәрсенбай оны тыңдамайды. Ақыр соңында Шолпан айтады: егер осы қызымызға бірдеңе болса, обалы саған болсын. Болыс боламын деп жаңағы мына қызымыздың да өмірін құртатын болдың деп сондай сөздерді айтады. Сонда Сәрсенбай оның сөзін құлаққа да ілмейді, ұрғашының айтқан сөзі құрсын деген ойда болады. Яғни әйелдің айтқан сөзі құрсын, оның сөзінде бір нәрсе бар ма? Олардың шаш ұзын болғанмен ақылы қысқа болады деген ойда болады. Сөйтіп жүріп ақыр соңында енді Байжан бұнымен құда боламын деп арнайлап не істейді? Арнайлап құдасына арнап сый жібертеді. Ол не? Ол қалың мал әрине. Сөйтіп келіп құда түсіп, кімге? Жамалдың қалың малын береді. Қалың малға 47 мал 200 теңге ақша береді. Енді ол кезде 200 теңге деген кәдімгідей ақша болған ғой. Соны береді да, сол жерде Сәрсенбайға отбасына киіт кигізіп, енді қазақта қандай үйлену кезінде қандай салт сондай жүзеге асады, соның барлығын жасайды. Сөйтіп уақыт өтеді, анау Жамалдың жасы 15-ке келеді. Сөйтіп жүріп Жамал өзі жаңа айтты ғой, хисса дастандарды жақсы оқыған деп біртіндеп бұл қыздың ақындығы тарай бастайды. Сәрсенбайдың бір сондай көркем ақын қызы бар екен деп ел арасында сөз де тарай бастайды. Сөйтіп жүріп бір күні сол ауылда, өздерінің ауылда не болады? Біреу босанады, біреу. Сол жерде арнайлап той болады, жиын болады. Әрдайым сондай жиын тойдың жанынан Жамал қалмайтын болады. Домбырасын арқаланып алып, сол жерде әртүрлі өлең сөз айтып, сосын сол жерде жастар жиналады да, жастар жиналғаннан кейін енді барлығы әр жерге отырады ғой. Сонда сол жердегі 5-6 бала Жамалды нетпек болады, жаңағы жеңбек болады. Яғни өздері арнайы алдын ала өлеңді шығарып алады, дайын текстпен, мәтінмен. Сосын Жамалды сол жерде қайсы ақындығы деп оны жеңіп кетпек болады. Сол жерде Жамал оларға кәдімгідей жауап қайтарып тастап, бәрі Жамалға қатты таң қалып қалады. Бәрі Жамалдың шешендігіне, сөз тапқырлығына кетіп таң қалып жүреді. Сонымен Жамал кәмелеттік жасқа жетті, жасы үлкейді, енді өзінің күйеуі Жұман туралы нашар пікірлер ести бастайды. Тіпті бір тойда көріп қалғандай екен. Енді содан бастап Жамалдың көңілі күй түсе бастайды. Яғни мына күйеу маған қалай күйеу болады деген ойға келеді. Сөйтіп, анау Жұманның үйі туралы есіне түседі. Жұманды неге жіберген айтылады? Қалаға жіберген ғой.
жаңағы үйіне керекті заттар қанша әртүрлі нелер бар ғой, азық түлік дейміз ғой, сондай заттар алуға ол арнайы кеткен екен. Сонда ол 10 теңге алтынның орнына алданып, 1 тиын жаңа бақыр тиын алып келген екен. Сондай оның соншалықты бір ақылсыз оқымағандығының көрінісі дейді. Сонымен әбден өзінің болашақ жарын енді ол уақытқа дейін атастырылғанын бәрін білетін, бірақ Байжан туралы ештеңе естімеген ғой. Біртіндеп тани бастағаннан кейін Жамалдың одан көңілі қала бастайды. Сөйтіп жүріп Жамалдың жылағаны көп болады, жүдеп кетеді, жұманың нашар екенін енді барлығы айта береді, әр жиында. Сосын анасы сұрайды енді Жамалдан, неге, не болды, сен жүдеп кетіпсің, мүлдем көңілің жоқ деген кезде, басым ауырды деп қана қоя салады Жамал. Басым ауырды деп. Сол жылы Сәрсенбайға хат келеді Байжаннан, мен биыл балам Жұманды сенің ауылыңа ұрын жіберем. Ұрын барғызам. Яғни ұрынға жіберем деп. Енді ұрын жіберу деген не? Қыз бен жігіттің бірге болуға, жігіт қызды көруге келеді, солай олар бірге болады. Осыны естігеннен бастап Жамалдың мүлдем зәресі ұшады. Мүлдем оны жаңағы көрмеуге барынша талпына бастайды. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде анау Жамал бірдеңе жазып жүреді да, Шолпан оны көріп қалады, бірақ Жамал барынша тығады. Сөйтіп Жамал оны бір кітаптың ортасына салып қояды. Шолпан сол кітаптарын реттеп жүрген кезде ана хатты тауып алады. Хат болғанда өлең. Сонда өлең жазылғанда мынандай дүние жазған ғой. Енді әке-шешем мені сонша Құдайдан тілеп алып еді депші. Яғни қаншама жыл әкемде бала болмай жүріп, Құдайдан мені зарығып бір бала берші, бір перзент берші деп тілеп алған еді. Бірақ қазір менің жағдайым мүшкіл деп, менің сыртым сау болғанмен ішім түтін. Анау мені Жұманға тұрмысқа бергел жатыр, мал үшін, жан үшін, сонда мені өмір бойы аңсаған әке-шешемнің істеген ісі осы ма деген сияқты сондай бір өлең жолдарымен жазып қояды. Оны оқыған кезде анау Шынар Шолпан жылап жібереді. Шынымен де қызының сондай қиын жағдайда жүргенін, қазір жүдеп жүргенінде бар уайымы басындағы сол екенін түсінеді да, ақыр соңында Сәрсенбайға айтады, сен біздің қызды не істедің? Қайғы қасіретке салып қойдың мені. Сонда Сәрсенбай не дерін білмейді, ана өлеңді тыңдайды, бірақ жай ғана сөйтіп жүрмекен, ер адамдар білесіздер ғой, сөйтіп жүрмекен дейді да қоя салады. Сонымен сол жерде Шолпан кәдімгідей Сәрсенбайға айғайлап айтады, сен деген анау би боламын дедің, болыс боламын деп жүріп, әркімнің сөзіне еріп, анау біздің Құдайдан тілеп алған қыздың несіне өмірін құртатын болдың дейді. Сенің қай ата-бабаң би болыс болып еді, ата-бабаңда болмаған нәрсені армандап нең бар деген сөздерді айтады. Сонда ойлаңыздаршы, Сәрсенбай бірінші жылы түскеннен кейін не істемей қалды ғой, жаңағы болыстыққа сайланбай қойды ғой. Содан кейін келесі жылы шынымен де сайлауда жеңеді екен. Шынымен де би болады. Сөйтіп жүрген кезде бір жиында біреуді боқтап қамшымен сабап қалған үшін билігінен түсіп қалған екен. Ойлаңыздар, би болады, шынымен де Байжанның арқасында жетеді ол билікке. Бірақ біреуді боқтап қамшымен сабап қалуының арқасында сол биліктен де айырылып қалған екен. Енді Шолпан жылайды, сөйтіп жүріп Жамалды қайдағы бір адамға береміз бе деп. Бірақ енді Сәрсенбай не істей алады? Алатын дүниесін алып алды, қалың малын, болатын сайлауына түсіп болып алды, өзі ғана ұстай алмай қалған. Енді не де болса қызды Жұманға беру керек. Сөйтіп Шолпан күннің Сәрсенбайдың қолынан ештеңе келмейтінін түсінеді. Сөйтіп жүрген кезде біз айттық қой, Жамал ақын әр үйдің жиын тойынан қалмайды деп. Сөйтіп енді бар уайым қайғысын сол жиын тоймен ғана басып жүреді да. Сондай күндердің бірінде ауылдарында кәдімгі отбасында бала болмай жүреді екен да. Сонымен сөйтіп бір жақын бір адамдары ұл тапқан екен. Жақын бір адамдардың отбасында ол дүниеге келген екен, сонда үлкен жиын жасаған екен. Жамал сол жерге барады. Сол жерге барса ауылдарына қонақтар келген екен. Бұларды жұп-жұп қылып отырады. Яғни бір-біріне сәйкес келеді ау деп, былай ойын сауық ұйымдастырып жатқан жастар. Сөйтіп Жамалдар отырғаннан кейін ішке екі жігіт кіріп келеді да, сонда оларға қарап тұрып, мынау сыпайы жігіттер екен, Жамалдың қасына отырсын, Жамалға лайық қой деп, сол жерде бір жігітті Жамалдың қасына отырғызады. Сонымен сол жерде амандасады, өзінің есімінің Ғали екенін айтады. Осы кеште жігіттер енді біз құрдан құры отырмайық, айтысайық, өлең айтайық, бәріміз деп әңгімелерін, өлеңдерін бастайды. Енді Ғали кім? Ғали деген Дүйсебек деген адамның баласы.
басқа бір болыстың Дүйсебек деген адамның баласы Ғали кәдімгі орысша білетін, осыны ұмытпаңыздар, Ғалиға байланысты келеді, орысша білетін, одан кейін мұсылманша жақсы оқыған, енді өзінің ата бабасы бай болмаса да, Ғали барынша жаңағы әртүрлі істерді істеп жүрген. Бір байларға несие берген, саудамен айналысқан, яғни бір тыныш отырмаған ғой. Сонда барлығы былай айтады екен Ғали туралы: Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы жаз үйде отырмайды, оқуын оқиды, кәсібін қылады деп барлығы Ғалиға байланысты осындай баға берген екен. Сонымен Ғали мен Жамал қатар отырады, сол жерде барлығы өлең айтайық енді құр отырғанша деп бірден домбыраны кімге ұстата салады? Ғалиға бере салады. Өздері бір өлеңді бастайды, бірақ аяқтай алмағаннан кейін, қонақ болғаннан кейін Ғалиға домбыраны ұстатады. Ғали домбыраны алып, домбыраны тарта жөнеледі. Енді алғашында мен емес, басқаларыңыз бастасаңыздар деп ұялып отырады. Бірақ ақыр соңында Ғали бастайды. Ары қарай бұл кезекте домбыраны Жамалға береді. Енді менің жанымдағы Жамал сұлу сөйлесін деп. Сосын барлығы жан-жақтан білесіздер, бізде жұп болсын деген нәрсе бар ғой, жұп болсын деп Ғалиға екінші өлеңді айтқызып алады. Содан кейін Жамал өз өлеңін бастайды да, сол жерде әйел тағдыры туралы баян етеді. Біз жаңағы қыз баласы жігіттермен салыстырады да, сіздер қыздар, жігіттер өте бақыттысыздар деп, өйткені жігіттің өз еркі өзінде. Біз қыздар әке сөзінен, шеше сөзінен аса алмаймыз. Бізде еркіндік деген жоқ, бізде бостандық деген жоқ. Бізге қандай тағдыр береді, оны Құдай я болмаса әке шешеміз шешеді. Бізді кімге тұрмысқа берем десе де солар шешеді деп, солай өз басындағы қиындықты осы өлең арқылы келтіреді. Одан кейін Ғали мен Жамал арасында үлкен бір байланыс басталады. Алғаш кезінде олар бір дос секілді араласып жүреді, бір-біріне хат жазып жүреді. Одан кейін ақыр соңында енді Ғали Жамалдың атастырылғаны туралы біле бастайды. Сөйтіп бұл екеуі былайша айтқанда үлкен орталарында сезім пайда болады. Алғашында екеуі енді дос, Жамал досқа деген сияқты өлең жолдарын жазып жүреді ғой. Ақыр соңында екеуі бірге боламыз, қашамыз деген бір шешімге келетін болады. Яғни өйткені анау тәржіманға барса, ғұмырының соңында қиын болатынын біліп тұрады ғой енді. Сонымен не де болса, одан да мен тәржіманға барып ғұмырым жаңағы қиылғанша, одан да сүйгенім Ғалимен бірге қашып, ғұмырым мен құрмағанда қысқа болса да сонымен бақытты өтсе екен деген ойға келіп, ақыр соңында екеуі келісетін болып, енді бұны Жамал шешесіне айтады. Жамал шешесі Шолпанға айтады. Ең бірінші болып білетін Жамалдың шешесі Шолпан болады. Шолпан екеуіне батасын береді. Шынымен де Жамалға келіседі. Неге? Өйткені Жұманның қандай екенін ол шеше де біліп. Сөйтіп, кімнің? Ғалидің екі досы бар. Жүніс, Нұрмаш деген. Осы екі досы Ғали мен кімнің? Жамалдың қашып кетуіне көмектесетін болып, үшеуі шығады: Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі. Ал мына жақтан кім шығады? Мына жақтан Шолпан қызын ертіп шығады. Сонымен олар бір жексенбіде кездесетін болып, сол жерде кездеседі. Алғашында Ғали солар келіп алады, енді Шолпан кіммен? Қызы Жамалмен бірге күтіп тұрады, келмей ме екен дегенде ойға келеді. Ақыр соңында бір уақытта бір қарайып келе жатқан дүниені көреді да, сонымен риза болып, сол жерде Шолпан екеуіне батасын береді. Яғни не де болса, Алла сендердің жаңағы ғұмырларыңды ашық етсін, ғұмырларың ұзақ болсын деген сияқты өзінің ақ батасын беріп, ақыр соңында мына Жүніс, Нұрмаш Ғали мен Жамалды ертіп, қайтадан қала жаққа қарай бұлар жолға шығып кетеді. Сөйтіп Ғали мен Жамал қалаға барады. Ғалиді айтты ғой, саудагер болып жұмыс істеген деп. Сол жерде Фатихолла деген бай болған. Сол Фатихолла деген байдың үйіне барып екеуі тұрады. Сөйтіп жатқан кезде Шолпан үйіне барғаннан кейін, енді бұл түн уақыты ғой. Сонда енді біртіндеп анау сәрсенбай, қалампырлар ояна бастайды да. Сосын барлығы алғашында намаз оқып, сөйтіп білінбей жүреді. Бір уақытта қалампыр байқап қояды Жамалдың сырт киімдерінің жоқ екенін. Бірден байқайды да, қыз жоқ дейді. Сонымен апыр, топыр, ду. Ең алғаш болып сәрсенбай Байжанның еліне ат шаптырады, яғни қыз жоқ деп. Сонымен ақыр соңында біледі, оның қайда кеткенін, қалай кеткенін,
қашып кетсе ол сол Ғалимен ақ, Дүйсебектің баласымен ақ қашып кетеді деп сондай әңгіме тарай бастайды. Енді Жүніс пен Нұрмаш елге қайтып келе жатады. Оларды бірден ұстап алады. Енді солардан жауап алу керек, өйткені солар ғана біледі деген ойда болады. Фатихолла баймен келіседі да бірден Ғалидің жасайтын іс-әрекеті болады. Жамал жаңағы ұлыққа барады да, басшыға барып, Жамалдың өз еркі өзінде, яғни қыз баланың өз еркі өзінде деген қағаз шығартып алады. Кәдімгідей арыз тастап. Сонымен сол жерде Жамал Сәрсенбай қызы өзінің сүйгеніне тиюге ерікті деген сияқты қалың мал хақында дау болса, ол өзінің таңдауын жасайды. Яғни өзіне беріледі таңдау деген қағаз жасатып алады. Бірақ Байжан бар, олар тыныш жата ма? Сәрсенбай бар, Байжан енді алайын деп отырған келіннің кетіп қалғанын естігенде мүлдем дау шығарады. Сөйтіп барлығы елге жиналып, енді Жамал мен Ғалиді іздей бастайды. Сонымен Жүніс пен Нұрмашты шақырады, олар енді барлығын айтып береді ғой, айтып береді. Сонымен сол жерде Байжан өздерінің алдына, енді білесіздер, ол кезде бізде үлкен бір сот деген болмаған, билер шешетін болған. Сонда осы істің ақ-қарасын анықтауға келген билерді Байжан арнайлап сөйлесіп, соларға қағаз жаздырып алады. Яғни Жұман мен Жамал үйленді деген неке қағазын жасатып алады. Осыны жасатып алады, Жүніс пен Нұрмашты қорқытады, қайда екенін айт деп, яғни сендер мен көздеріңді жоямын деген сияқты сондай сөздерді айтып, ақыр соңында бұлар қайта анау неге саудагер бар ғой, саудагер Фатихолла, соған тыныштық бермейді. Ол өйткені саудагер, ол елге ақша қарызға берген, сонда қарыз ақшаларын қайтпайды, үстіне жаңағы ақша үстіне ақша салық қылып салып тастаймыз деп біреулер арқылы шығып, ақыр соңында бұл Фатихоллада не істерін білмей, кімге айтады? Ғалиға. Сендер енді басқа жаққа кетсеңдер, яғни кет демеймін, бірақ сонда да дұрыс болады солай. Әйтпесе сендерді аз уақыттың ішінде не істеп алады? Ұстап алады деп. Сонымен енді Ғали жанына Жамалын ертіп, екеуіне кәдімгі ат арба береді. Сөйтіп олар өздерінің нағашылары жағына жол жүріп кетеді. Сөйтіп Ғали мен Жамал өздерінің нағашылары жағында тұрады. Ол нағашылар болғанда Ғалидің нағашылары ғой, Бабас деген адамдардың жағы. Сол жаққа бара жатқан жолда Жамал екеуінің ортасында әңгіме болады. Сонда енді сұрайды ғой, егер мен өліп, сен тірі қалсаң, сен не істейсің, ары қарай жаңағы Жұманның қолына барып тұрасың ба деп сұрақ қояды Жамалға. Сонда Жамал айтады ғой, сен өліп, мен тірі қалғаннан артық азап бар ма деп. Яғни сенің жолыңда менің де жаным құрбан деп, екеуі солай бір әңгімелер айтып, ақыр соңында Бабастың еліне жетеді. Енді Бабас бұл жағдайдың барлығын білгеннен кейін енді қуып шықпайды, кіргізеді, біраз уақыт осылардың елінде болады, жақсы өмір сүріп жатады, ешқандай қиындық жоқ. Бабас ойлайды, енді асып кетсе қазір шулап жатыр, енді 3-4 айда басылатын шу ғой деп ойлайды Бабас алғашында. Сонымен сөйтіп жүрген күндердің бірінде Ғали кәдімгі бір күні ауырып тұрады. Содан бастап Ғали жаңағы сүйектерім сырқырап жатқан секілді, тұла бойым қызып тұр деп, сол жатқаннан бастап 4-5 күн қатарынан жатады. Алғашында дәрі береді, жазылып кетеді деген ойға келеді. Сөйтіп жатқан кезде мүлдем тұрмай қалады. Бұл жатқан жатысы ұзаққа созылады. Сонда Ғалидің жанында отырған кезде Жамал айтады ғой, мен мына өз басымдағы бақытсыздығым аз еді, енді сенің осы ауруың маған мүлдем жаңағы ауырлықтың үстіне ауырлық болды ғой деп. Сонымен екеуі құшақтасады, ақыр соңында Ғали оған жылама дейді, енді жазылармын деген ой болады. Сөйтіп ақыр соңында Ғалидің жағдайы нашарлай береді, нағашылар не істерлерін білмей, әке-шешесіне хабар берейік деп ойлайды, бірақ Ғали рұқсат етпейді. Ақыр соңында Ғали сол елде қайтыс болады. 13 күн ауырады, 14-ші күн дегенде бейсенбі күні қайтыс болып кетеді. Содан Жамалда еш жоқ, тіл жоқ. Ақыр соңында Ғалиді жерлеп келгеннен кейін, Бабастар арнайлап Жамалдың еліне, одан кейін Ғалидің әке-шешесіне хабар береді. Сөйтіп Жамал жақтан Жамалдың шешесі ғана, ал Ғали жақтан Дүйсебек жаңағы әйелі барлығы келеді. Жамалдың кәдімгі сондай құлазып кеткен түрін көреді әке-шешесі.
сол кезде кімнің енді бәрі қабірдің басына барады, құран оқиды, Ғалидің шешесі жылайды ғой, менің маңдайыма сыймай кеткен балам-ау деп. Мен сені жақсы жаңағы жүреді деп ойладым, аман есен мынау Жамал екеуің келесің деп ойладым. Қабіріңді көрсеткенше одан да Жамал екеуіңнің келіп бақытты ғұмырларыңды көрсем болатын еді деген сияқты сондай сөздерін айтады. Сонымен Жамал талықсып кетеді, шешесінің де жағдайы ауыр болады Ғалидің. Ақыр соңында Шолпан Жамалды алып өз еліне ғана қайтады. Сөйтіп Жамал үйіне барады. Айтпайды, бірақ енді өз кінәсі екенін біліп тұр ғой. Сөйткеннен кейін ақыр соңында Байжандардан хабар келеді. Байжандардан хабар келгенде оларға арнайы ақсақалдар айтады: қыз келіпті, анау жігіт ақыры өліп тыныпты, енді одан да араларыңызда араздықты қойып, қызды өзіңіздің балаңызға ел етіп алыңыз дейді. Қыз кәдімгі келін етіп алыңыз деп. Сонымен Сәрсенбайға жетеді бұл әңгіме. Сосын Шолпан сұрайды, жаңағы Байжандар қайтадан сені жаңағы алайын деп жатыр деген кезде Жамал бәрібір дейді. Маған бәрібір де. Өйткені Ғали өлді, ары қарайғы ғұмырым маған маңызды емес. Маған не болса, сол болсын деген ойға келеді. Сол болсын деп. Сонымен ақыр соңында Жамал Ғалидің үйіне, Байжанның үйіне барады. Сөйтіп сол үйде келін болады. Сол үйдің отымен кіріп күлмен шығады. Анау Байжанның баласы Жұманның ақылсыздығы Жамалды кәдімгі ұрып соғатын деңгейге жетеді. Тіпті анау бір кемшілік көріп қояма Жамалдан, бітті айғайға салып, бүкіл уақытты Жамалдың сондай қиындықта, азапта өтіп жатады. Сондай бір күндердің күнінде анау Жұман енді ұрады ғой, сонда Жамал айғайлап береді: өлтірсең мені өлтір, яғни бұлай мені күйдіріп жүре берме деген кезде, сен маған тіл қайтарайын деген екенсің деп, ана кеуде тұсынан тебеді да Жамалды қалдырып тастайды. Сол кезде абырда-дабыр ана Жұманның шешесі келіп, Жұманды ұрсады: мына қызды өлтіретін болдың, осы уақытқа дейін көрсеткенің жетпей ме деп. Ақыр соңында Жамал әрең оянады, ана талып қалды емес па, содан түн ішінде әрең оянады. Оянып сыртқа шықса, жаңағы үйдің маң жағында кімнің, Байжанның тұлпары егілмеген екен. Ер-тоқымы шешілмей сол күйде ерттелген күйде тұр екен. Соны көре салады да Жамалға ой келеді: мен бұл жерде жаңағы азап тартып өмір сүріп жүре бергенімше, маған дұрысы не дейді? Маған дұрысы не де болса кету деген ойға келеді. Кету мына жерден. Сөйтіп жаңағы тұлпарға міне салып, қыстың күні ғой бұл, қыс кәдімгі, үстіне киімді кие салып кетеді. Бірақ Жамал бара жатқан жолда аяқ асты дауыл болады, боран болады. Ана ат адасып, ақыр соңында Жамал ен далада үсіп өледі. Алғашында Жамалда мынандай ой болады: Фатихолла саудагерге барамын, сол жерден бір жұмыс табылады, сөйтіп өз күнімді өзім көремін деп. Сонымен Жамал ен далада атымен бірге үсіп өлгенде Жамал үсіп өледі, ат сол жерде тұрады. Сонда сол жол бойында үсіп өледі ғой, енді бұл жол таба алмай кетеді. Сонда сол қаладан қайтып келе жатқандар атты көреді, аттың жанына келгенде Жамалды көреді да барлығы таң қалады. Кейін жаңағы Байжанның келіні екені анықталады. Сөйтіп қалтасынан қағаз алады. Бұл қағазда Жамалдың көрген қиындығы айтылады. Яғни қыз баланың құны 5 байтал дейді да. Қыз баланың құны 5 байтал, сатылып кете береді базарға дейді. Жаңағы 5 байталды апарып базарға сатасың ғой дейді. Дәл сол секілді қызды да біз қазір сата аламыз деп. Әке-шешем армандап күткен бал едім, бірақ не істедім дейді. Менің бір бағым ашылмады дейді. Ғалиым өліп, менің ғұмырым бір жақсы болмады. Сонда Ғалиға ренжиді ғой: сен мені неге бірге ала кетпедің? Былайша айтқанда, менің бір хан қызындай болып жүрген басымды қайдағы бір жаманға тең еттің деп. Сонымен Ғали жоқ, енді мен де жоқпын деп, осы өлеңдерді жазып кетеді. Сонымен бізде шығарма толыққанды аяқталады. Апай. Түсінікті ма? Иә, апай. Шығарма. Иә, апай, түсінікті. Сонымен Бекжан деген сол Құрман деген елдің ауылына ие екен, яғни басшысы. Байжан ба? Сәрсенбай, Шолпан.
Бекжан деген алғашында шығармада баяндалып тұрған сүйінші сұрардың алдындағы. Жақсы. Ана суатта бір не келеді дейді ғой, начальник келеді дейді ғой, бастық келеді. Соны күтіп алған кезде сол Бекжаннан сұрайды ғой, риза болып кетті ма, қандай жағдай болды деген кезде, сол жерде бір адам келіп, сол жиынның үстінде Сәрсенбайдан не сұрайтын еді, сүйінші сұрайтын еді. Сөйтіп Жамал дүниеге келетін еді. Жамалдың артынан ұл бала дүниеге келеді. Ол ұл бала дүниеге келген кезде сенің аяғың күтеді деп кімге айтатын еді? Кімге айтатын еді? Ұл балаға дүниеге келді, сен келгеннен кейін. Анау молдаға айтатын еді ғой, Ғазиз Ноғай деген. Ғазиз Ноғай деген жігітке айтады, ұрпақ аттанарының алдында айтады емес па, сен келгеннен кейін сенің аяғың құтты болды, мен ұлды болдым деп, келіскен ақшасынан бөлек артық ақша беріп не істейді? Оны шығарып салады. Сұрақтарыңыз бар ма? Шығарма бойынша. Жоқ, апай түсінікті. Апай сосын бізде болыс болады ғой, кім? Сәрсенбай. Сонда оны үгіттейтін просто халық болады ғой, иә, оны ешкімнің аты аталмайды ғой. Болыс болды деп үгіттейтін. Өзінің ағайындары деп айтылады. Болды. Қырдың басында деп қай жерде айтылады? Шығармада сөйтіп айтылады да, жалпы ағайындары оны жан-жақтан үгіттейді дейді, болды. Басқа ештеңе айтпайды. Шешім. Сұрақ бар ма басқа? Жоқ, қалған түсінікті. Жақсы, ендеше бір оқисыздар. Мынау кімге, Ғазизға берілген баға бар, ол қандай? Ноғай 22 жаста, адамдар сымбат жігіт екен. Ғалиді не деп айтайды? Анау Дүйсебектің пысық баласы дейді. Жұман деген қандай? Соның барлығын жеке-жеке жазып алыңыздар. Міндетті түрде. Негізі шығарма түсінікті деген ойдамын. Сұрақ жоқ болса, сабақты аяқтайық, иә? Сосын ертеңгі сабақтарыңыздың уақытында кішкене өзгеріс болуы мүмкін. Қазір бір 15-20 минуттың көлемінде сіздерге айтады, иә? Негізі сол уақытта қалуы да мүмкін, немесе өзгеруі де мүмкін. Өйткені ертең бізде педконсулум деген түрде ата-аналармен жинас болады да мектепте. Әр ата-ана өз баласының деңгейін білу мақсатында. Уақыты өзгерсе, таңертең сабақ бола береді, уақыты өзгермесе, түстен кейінгі ауыстырамыз. Жақсы ма қыздар? Иә, апай. Иә, апай, жақсы болыңыз. Аман, сау болыңыздар. Сау болыңыз.